Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін тек қана қырғыз бауырларымның қана емес, сонымен біз қазақтардың, орыстардың жағажай бар. Мына жақта тегін түсуге болады. Ана жерде пирс бар. Бинокль бар ма сізде? Мына жерде біз Бинокль бар ма что? Мына жерде біз күнде келеміз осы жерге. 20 сомнан күні. Ол жақта жақсы пляж бар. Көп адамдар осы жерге келеді. 20 сом әр адамға. Су бүгін осындай болып тұр. Жағалауына келдік. Исікөлдің жағалауы өте керемет. Суы тұнық. Ауасы қатты ыстық емес. Жайлы. Жана бөлмемізге жайғастық. Кішкене демалып алдық. Тамақ ішіп алдық. Тамақ ішіп алдық. Тамақ ішіп алдық. Болды. Енді жатырмыз. Біраздан кейін суға түсеміз. Тахира екеуміз мына үйде тоқтадық. Қазір келген соң шын көрістім. Қазір Тахира мен біз тамақ ішуге бара жатырмыз. Мен кішкене ауырып қалдым. Кеше суға түсіп тамағым бәрі ауырып тұр. Влог түсіре алмадым. Бүгін сіздерге қай жерде тамақ ішеміз, бағалары қандай, айтпақшы үйдің ішін көрсетем. Қаншаға жалдадық, қалай таптық, бәрін айтып беретін болам. Қасы біз Шолпан ата деген остановкада тоқтадық. Сосын мынандай пешеход бар, бірақ бір қызық нәрсесі, олар пешеходта көп тоқтамайды екен. Сосын байқап өту керек. Сол жаңағы остановканың жанындағы кафеге келдік. Бағалары мынандай екен. Бір сомда 5 теңге. Осы бағаларды 5-ке төлесеңіз теңгедегі бағалар шығар. Жалпы қымбат емес. Туристік жерге мысалға алатын болсақ, біз бризол заказ бердік. Бризолдың бағасы с гарниром 800-900 теңге болады. Туристік жерге қымбат емес. Біз алдыңғы жолы Тахирамен келгенбіз, тамақтардан да. Біздің бризолымыз келді. Бон аппетит. Үлкен екен порциялары. Міне мынау біздің комната. Тахира екеуміз осы комнатада жаттық. Мындай кең, мындай 3 терезесі бар. Сосын мындай биік және мындай шкаф. Біздің ванна, то есть душ және туалет. Міне кір машина бар. Біз
пляжға келдік, демалып жатырмыз. Мен кеше кондиционердің астында қалып, сосын суға түскеннен кейін бүгін қатты жөтелдім, түнде ауырдым, сол үшін бүгін суға түспейін деп шештім. Қазір жай ғана жатырмыз, қас көрсетемін не істеп жатырмызды. Мынау біздің пляж. Не судың жағы. Жай жатқан жоқпын. Күнге күйіп жатырмын. Қазір кітап оқып жатам. Судың жағасында отырсам да демалып қалады екенсің. Мындай бананкалар бар. Бананкаларға отырасыздар да. Сіздерді алып кетеді ана жаққа. Және көлдің ортасында лақтыра салады. Сіздер жилет болады, сол жилетпен суға түсесіздер. Біз алдыңғы жыл отырғанбыз. Осы жылы тұттым ауырғаннан кейін. Суықта қалама деп. Көлдің суы салқындау. Қазір қарап тұрсамыз, әтеге ана сіздерді бананкамен лақтырып жібереді. Біз неге бара жатырмыз? Бізді машина отырмыз да. Қайда бара жатырмыз? Не знаю, на паром. Паромға қазір. Тахира секрет. Кто сказал? Секрет Тахир. Не, ана жерде мен туыстарым тұр. Қамыс. Так. Мен туыстарым. Biz teplоходпен институттың ортасына келдік. Кейбір адамдар міне суға секіріп жатыр, бірақ біз секірген жоқпыз, өйткені су салқын екен. Су салқын, мен тіпті тазалықта киіп алдым. Бүгін себебі күн жоқ, біріншіден. Жалпы өзі институттың суы кішкене салқын. Ал қазір біз немен мынандай керемет нәрсе көріп тұрмыз. Шырын пинга жақта тұрам. Осы неме чолпанада тұрасың ба? Нешедесің? Иә. Нешедесің? Неше жастасың? 90. Сен мынасыз суға түсе аласың ба? Түсе аласың ба, иә? Жоқ, түсе алмаймын. Түсе аласың. Аяғыңды ауыртып алдың ба? Иә. Мынаған түс көресің ба? Я не буду Қатысшы, давай. Мына 5 метр тереңдікте. Смотри, прыгай. Это сколько метров тут? Тут 5. 5 метров. Скудно. Вода холодная. Исік көлдің суы өте таза, тұнық. Ондай, не мысалы аяғымды көрсетсем, аяғым көрінеді мына жақтан. Бірақ кішкене салқындау. Сосын мен бүгін түскен жоқпын. Өйткені кішкене ауырып қалдым мына жақта. Не мынандай. Осындай тұнық. Не, аяғымды көрсетейін. Ашық деген барға келді. Бағалары өте арзан екен. Мысалы біз мынандай неме заказ бердік. Балық пен тағам. Сосын мындай чизкейк заказ бердік.
И мысалы мына балықпен тағам 340 сом. Мысалы біздің Қазақстанда олай емес. А это типа нормально, да? Мысалы Қазақстанда 3000 тұрады, мына жақта 1500 теңге балықпен. Ладно, начну с Мне себя. нравится, как афроамериканки ругаются, да, или афроамериканцы. А, what did you say now, bitch, you bitch? И такие ногти длинные. Окей. Бүгін 3 тамыз, ертең біз кетеміз. Бүгін біз осы үйді жалдап отырған хозяинның үйінде тамақ ішіп отырмыз. Оның аты Адик. Менде бәрі жақсы дей береді, қайта-қайта. А вот и хозяин, да? Өте хозяин, вот. Кепкасын киіп шай ішіп отыр. Ой, шай Бізді ішіп. мынандай Менде борщпен бәрі жоқ. тамақтандырып жатыр. Тамақ ішіп отыр. Сіздерге Мы біз стесняемся. барған үйге баруға кеңес беремін. Себебі сен отельге емес, бір туысқандарының үйіне келгенде әсерде боласың. Қазақтар сияқты өте қонақжай екен. Бізді өте жылы қарсы алды. Тіпті арасында тамаққа да шақырып тұрған кездер болды. Өзіміздің үйімізде жүргендей әсер алып қайттық. Қазақ қырғыз бір туған деп бекер айтпаған ғой, атам қазақ.